Баршаға сәлем достар. Сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай, біз дәл осындай музыканың битіне сай осылай слайд-шоу жасаған болатынбыз. Мен бұны қалай жасағанымды бүгін сіздермен бірге үйренетін боламыз. Мінекей мен қысқаша көрсетіп кетейін қалай істегенімді. Сіздер дәл осыдан өздеріңіз біліп алсаңыздар болады. Уже видео монтажды нормально қолға қалған болсаңыздар, сіз уже бір қараста осы монтаждың қалай істелгенін барлығын түсініп алуларыңызға да болады. Яғни, мінекей мен осылай видео монтаж жасаған болсам, енді осыны мен қазір барлығын өшіріп тастаймын. Мінекей Ctrl-A-ны басам және удалить етіп жіберемін. Енді осыны мен сіздерге басынан істеп үйрететін боламын. Енді біз бірінші орында осындай таймлайнға өзіміздің керекті сурет немесе видео болса да жүктеп аламыз. Осылай таймлайнға тастап аламыз. Сосын бізде бастысы мына жерде биті бар музыка керек болады. Яғни, мінекей сіздерде екі жолы бар. Өздеріңіз қаласаңыздар, мынау бір картинканы аламын. Мен мінекей мына соңғы жағынан, ең соңғы жағынан алайын. Мінекей мына бір картинканы алып, дәл осылай мына көріп тұрған битқа осы картинканы осылай жайғастырып, осылайша мен істеп шығуыма болады. Мінекей, егер сіздерде осындай музыканың биті, осындай музыканың арасында өте үлкен андай музыка болатын болса, мысалы, сол үлкен музыканың арасында осындай бит онша көрінбейтін болса, сіздер мына жерде музыканың үстінен басып, мына жерде ритм деген бар екен, осыны басып бірге қоясыздар. Бұл өзі мінекей автоматты түрде осындай маркер қойып, сіздің музыкаңыздың ритмдарын осылай тауып беретін болады. Қаласаңыздар, мына жерде тағы музыканы басып, осылайша үстінен басып екі дейміз. Мінекей мына екі биттің арасында осындай маркер қойып беретін болады. Мінекей бұл әр звук шыққан кезде осындай маркер қойып береді. Сіз соңғысына видеоңызды қойып кете беруіңізге де болады. Мінекей мен мына картинкаларды осылайша битқа сай қылып жайғастырып шығатын боламын. Дәл осылай қазір жайғастырып шығамын. Мінекей мен музыканың битіне сай қылып осылай картинкаларымды қойып алдым. Мінекей менде барлық картинкалар осылай тура музыканың битіне сай орналастырылды. Енді біз осы жерде мұқият өзіміз қараймыз. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, қара полоса тұр. Егер сіздер осы видеоларыңызды қандай форматта істейсіздер, мысалы YouTube форматта істесеңіздер, мына жақта 19:6 деген формат таңдап, осыған сай картинкаларыңызды размерін осылайша қойып шығатын боласыздар. Ал егер қаласаңыздар, дәл осы жерден ешерге шықпай-ақ телефонный формат істейтін болсаңыз, міне 9:16 телефонның форматы. Осы телефонның форматына сай қылып, осылай размерін осылай қойып алсаңыздар болады. Мен мына жерде мысалы бұл YouTube-қа арналған формат болған соң 19:6 қылып аламын, және осы жерде мына қара полосаларды кеттіру үшін осылайша мен әрбір картинканың размерін осылайша үлкейтіп шығатын боламын. Мінекей. Міне мен өзім музыканың битіне сай және видеоның форматына сай қылып осылай файлдарымды істеп алдым. Енді мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұл адамды зерікті жіберетін бір переходқа ұқсап тұр негізінде. Мінекей мен дәл осы жерде, егерде қаласам, мына жерде переход бөліміне кіремін. Біздің видеомызға чуть более-менее кадр беру үшін мен мысалы мына жерде осылайша бір переход қоямын. Осылайша мен дәл осы переходты бүткіл видеоларға қоятын болсам, мына жерде перемирить всех деген бар екен, мен осыны басып шығамын. Неге нәтижені көрейікші. Бірақ негізі бұл онша болмады. Енді сіздер өздеріңіз қалауларыңызға сай осылай кез келген переходты қоюларыңыз мүмкін. Мен бұл переход маған онша ұнамады. Мен мына жерде негізінде анимация қойсам ба деп жатырмын. Міне мысалы мына жерде анимация комбо бөлімінде міне дәл осы жерде осы анимацияларды пайдалансаңыз болады. Мына жерде тегін анимациялар бар. Мысалы мына жерде зум деген бар екен. Мінекей осылайша біз осылайша әрбір картинкаға жеке-жеке осылай анимация беріп шығатын боламыз. Бұл негізінде біраз уақыт талап етеді. Негізі сіздер істеп үйренемін десеңіздер, осылайша істеулеріңізге де болады. Мінекей мендегі видеоны бір көріп шығамыз.
Мінекей менде видео дайын болды. Міне сіздер дәл осылай әрбір видеоларыңызға осылайша переходтар қойып, осылай музыка ритміне сай осылайша видео істесеңіздер болады. Мына жерде тағы бір нәрсе көрсетіп кетейін. Фильтр бөліміне кіреміз. Мінекей біздің видеомызға кішігірім түс қосу керек болып жатыр. Видеоның түсі. Мына жерде корректировка бөліміне кіреміз. Мына жақтан пользовательскийді таңдаймын осылайша. Және осы жерде мен кез келген бір картинканы алып, мысалға осыған кішігірім түс беретін боламын. Мінекей мына жерде мына сеніңіз бұл жайлы да сіздермен алдында сабақ өткен болатынмын. Мінекей мына жерде кішігірім біздің видеомызға атмосфера кірді. Яғни мінекей дәл осы жерге сіздер егер қаласаңыздар видео қойсаңыздар да болады. Мен мысалы мына жақтан бір видеоны алып қазір сіздерменен көрсетейін. Так, мына аламыз. Мінекей менде картинка қойылды. Арасына осылайша бір видеоны да қойып қойсам болады. Яғни сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы мендегі видеолар бүгін осыменен таусылды деп айтсам да болады, бірақ арасында тағы бір-екі видео сабақтар, туториалдар шығып жатса соны салатын боламын, бірақ мендегі бүткіл сабақтар барлығы осыменен біткен болатын. Яғни видеомонтаждың ең негізгі түбірі бойынша сабақтардың барлығы осыменен бітті. Енді Алла қаласа алдағы уақытта CapCut бағдарламасының мобильді версиясын шығаратын боламын, және сіздер менің сабақтарымды мұқият барлығын көруде жалғастыра беріңіздер. Ендеше сау саламат аман болыңыздар. Баршаға сәттілік.